Әнші Ақерке Бүркітбаева бала бола алмай жүргенде қоғам тарапынан қысым көргенін мәлімдеді. Жүктілікке өте үлкен жауапкершілікпен келдім. Экологияда біздің жейтін тамақтарымыз да бар. Оның үстіне мен 28 жасымда тұрмысқа шықтым. Сондықтан да болар 2 жылдан кейін аяғым ауыр екенін білдім. Бізге сәбиді біз дайын болған кезде берді. Себебі отбасылы бола салып бірден сәбилі болса қазіргідей болмас еді. Барлығы мида дейді ғой, мен соған қатты сенемін. Қазірдің өзінде менің тамағым ауырып қалса, неге қазір менің тамағым ауырып қалуы маған қолайлы деп өзіме сұрақ қоямын. Ол тез жазылып кетуіме септігін тигізеді. Менің ойымша 2 жыл миымызда біз өзімізге рұқсат еткен жоқпыз дейді ол. Сондай-ақ халық әртісінің келіні жүкті бола алмай жүргенде уақытта әлеуметтік желіде түрлі сөз естігенін де жасырмады. Балалы болуға қатысты қысым сырт жақтан көп болды. Біз Инстаграмға жарияламасақ та көп адамдар біліп жүрді. Менің тіпті Инстаграмға кірмей кеткен кездерім болды. Сен қашан туасың, тумасаң орныңды босат, аналарыңызға немере керек, не істеп жүрсің деген сияқты да сөздер болды. Ондай кездерде Әли өте үлкен қолдау көрсетті. Ең бастысы 2 анамыздан ешқандай қысым болған жоқ. Енем 2-ші анам үнемі қолдау сөздерін айтып отыратын. Өз уақытында болады, ештеңені уайымдама, ешқашан көңіліңде сұрақ болмасын деп әрдайым қолдау көрсетті дейді әнші. Әншінің сөзінше ол Әли Оқапов арасындағы қарым-қатынасы туралы жария еткісі келмеген. Енді тіпті жасырып жүрдік деп те айта алмаймын. Тек әлеуметтік желіге салмадық. Мүмкін содан болар көп адамның білмегені. Жақындарымыз, қасымызда күнделікті араласатын достарымыз әрине біліп жүрді. Жариялағымыз келмеді дейді ол. Оның сөзінше, осы жылы оның отбасылы болғанына 3 жыл толады. Бұл ретте әнші Әли Оқаповтың өзіне ұсыныс жасаған сәтін еске алды. Айтуынша, бұл ол үшін нағыз тосынсый болған. Сөз салғаны, шынымды айтсам, өте қызықты болды. Мен күткен жоқпын. Мен сол сөз салған уақытқа дейін 3 күн түсірілімде жүргенмін. Сериалдың түсірілімінде 3 күн бізде кешкі түсірілім болатын. Менде басты рөл болатын сериалда. Ал күндізгі уақытта менде жарнаманың түсірілімі болды. Мен солай бір уақытқа бірнеше жұмысты алып қойыппын. 3 күн ұйықтамаған кезім еді. Неге екенін білмеймін, ол дәл сол күні 3 күн ұйықтамаған кезімде шешім қабылдады ғой сөз салуға. Кейін айтамын ғой, басқа күнді таңдауға болмас па еді. Мен кішкене қыз болып, көйлек киіп, әдеміленіп, шаршамай деген сияқты деп бөлісті ол. Ақеркенің айтуынша, ол өзіне ұсыныс жасалатынына соңына дейін сенбей келген. Тіпті бір кездері мен алдандым атты қазақстандық жобаның форматындағы әзілме деп ойлаған. Алайда Әли сөз салған кезде ол әсерлі сезімді бастан кешкенін айтады. Ойымда түк жоқ, көлікте келе жатырмын, ойлаймын. 3 күн мен осы күндерді уайымдап едім. Жұмыс істедім. Трамплинге көтеріліп жатырмыз. Гүлдер, адамдар, күн батуда. Данияр алда отыр, рульде жүргізуші. Мен қарап қойып айтамын, Данияр, қарашы, бір қызға сөз салып жатыр. Қандай бақытты, күннің батуы, достары тұр. Супер деп қоямын. Ойымда түк жоқ, тіпті маған ұсыныс жасайын деп отырау деген ой жоқ. Келдім, түстім, қараймын. Біздің достарымыз жүр. Тимур, Лаура барлығы жүр. Дос қыздарымыздың ішінде басы босы кім, соның біреуіне ұсыныс жасалғалы жатыр деп ойладым. Сосын Әлиді көрдім, оның үстіне жан-жағыма қараймын. Бір жоба бар еді ғой, мен алдандым деген. Сол ма деп ойладым. Соңына дейін сенбедім. Еркебұлан мен Маратты іздеп тұрмын. Кейін Әлиді көрдім. Ол бері қарай ұшып келе жатыр. Қолында гүл, түсінбеймін. Үстіме қарап қоямын, үстімде футболка, джинсы, сосын бір күнде біз 300 бас киім түсіргенбіз жарнамаға. Шаштың жағдайын енді өзің біліп тұрсың. Ішімнен ойлап тұрмын, туф, мен көйлек киіп келетін едім ғой білгенде деп қоямын ғой. Сезе бастадым. Өйткені Әли шығып келе жатыр алға қарай. Достарымыздың бәрі тұр, қолында гүл мен сақина. Сол кезде енді шынымды айтайын, жылап жібердім қуаныштан. Бәлкім күтпегендіктен шығар. Өте бір сондай әдемі, өте бір ерекше, есте қаларлық сәт болды деп әңгімеледі актриса.
Ақерке Бүркітбайдың айтуынша, Әли Оқапов оған 2020 жылғы 8 шілдеде ұсыныс жасаған. Әнші Ақерке Бүркітбай босанған сәтте күйеуі Әли Оқаповтың көмегі зор болғанын айтты. Толғақ басталып, босанатын уақыт жақындағанда Әлиді палатаға жібергенмін. Бұл кезде Әли қасымда болады деген ой болған жоқ. Толғақ кезінде көмектескені жақсы шешім болды. Бала босанған соң палатада қолына алады деп ойлаған. Бәрі жайында қалды. Дәрігердің айтқанын жасаймын, бірақ ештеңе дұрыс шықпайды. Сол кезде дәрігер Әлиді шақырыңдар деді. Ол толғақ кезінде көмектесті. Қазір ол Әлиді тыңдайды деді. Кейін Әли келді. Ол дәрігердің айтқанын маған адами тілмен түсіндіріп отырды. Төбе жағымда тұрды. Сиқырлы сәт болды. Ол бәрін мен үшін түсінікті тілмен айта бастады. Әли ғана маған қазақша түсіндіріп тұрды, қалғандары жатпланеталық тілде сөйлеген сияқты сезілді. Содан кейін баламыз дүниеге келді деді Ақерке Бүркітбай. Белгілі әнші, Асыл тобының мүшесі Ақерке Бүркітбай Айнұр Ілиясоваға берген сұхбатында тәжірибенің жоқтығынан жүктілік кезінде қандай қателік жасағанын айтты. Қазір мені жүкті қыз келіншектер көріп отырған шығар. Менде бір жағдай болды. Мен босанатын сәтке қатты дайындалдым, бірақ одан кейінгіге мен дайын болмадым. Бұл тәжірибенің жоқтығынан болған менің қателігім. Сол кезде мен үшін босанып алсам, бәрі аяқталатындай көрінді. Негізі ол тек бастамасы еді. Бірақ бұл нәрсені қанша жерден біреу ескертіп айтқанымен өз басыңа түсінбейсің. Кейін өзіме неге осы сәтке дайындалмадым деп сұрақ қойдым. Негізі біз баланы емес, бала бізді тәрбиелейді. Шыдамдылықты, төзімділікті, сабырлықты үйретеді. Мысалы, мен күнде жаңа нәрсе үйренемін. Алғашқы 1-3 айында іші ауырады, одан кейін тісі шығады. Бір күнім екіншісіне ұқсамайды. Қазір балам 4 айға толғанда мен бәрі бір бұған дайын болмас едім деген ойға келдім. Қаншалықты мен әр күнімді жоспарлағаныммен оған дайын болу мүмкін емес екен дейді Ақерке Бүркітбай.